Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін муравейниктің өте оңай рецептімен бөліскім келіп отыр. Каналымызға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттар бізге майды бір кесені ертіп алатын боламыз. Оның үстіне ұн және бір жұмыртқаны қосып, қатты қамыр елейміз. Ең алдымен май және жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнды біртіндеп қосып отырып, қатты қамыр елейміз. Егерде қамырымыз жұмсақ болса, тағы да үстіне аз-аздап ұнды сеуіп отырамыз. Дайын болған қамырымызды бөлген кезде осындай қатты болып шығуы керек, және де оның пісіруге дайын еместігін тексеру үшін кішкентай бөлігін алып үкіштен өткіземіз. Сол кезде шашыраңқы ұсақ түйіршіктер болуы керек. Духовкамыздың табағына бір келке етіп үкіштен өткізіп алып дайындаймыз. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 7-8 минут пісіреміз. Әркім духовкасында әртүрлі пісуі мүмкін, сондықтан жиі қарап отырыңыздар. Мінекей бізде 7 минутта осындай алтын түстес болып пісіп шықты. Піскен муравейнигіміз осылай жеке-жеке болып шашыраңқы болып шығу керек. Муравейниктің дәмді болуы үшін күнжутты алып, жеке қуырып алатын боламыз. Алтын түскенше қуырасыздар, содан кейін жаңағы пісқан муравейниктің үстіне қосып араластырамыз. Ең соңында сгущенкамен жақсылап араластырып, дастарханға ұсынасыздар. Кез келген сгущенка түрін пайдалансаңыздар болады. Мінекей осылайша біздің ең жылдам әрі дәмді муравейнигіміз дайын болды. Үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.